Құрметті тыңдармандар, бұл әдеттегідей дұрыс сөйлейік бағдарламасы студиямыздың қонағын тағы да естеріңізге салып өтейін. Тілтанушы маман Анар Мұратқызы. Анар ханым, ендігі айтар тақырыбымыз ресми іскерлік ауызша қатынастағы сөз әдебі дейді. Мысалы, Самат, біз қазір осы ресми іскерлік қатынастағы ауызша сөз әдебі бойынша екеуміз сөйлесіп отырмыз. Бұлай қарағанда кез келген жағдаятқа қатысты, кез келген қоғамдық өмірдегі қатынас түріне қатысты біз сөздерді таңдаймыз, сөйлеу әдебін де таңдаймыз. Мысалы, қазіргі кезде мен саған еркін түрде өзіңнің атыңды атап отырмын, иә? Оған қарамастан сен менің аты жөнімді атап, немесе менің атыма ханым деген сөзді қосып айтып отырсың. Дәл мен сияқты сен де менің атымды атап отырған жоқсың ғой. Және мен саған сен деп отырмын, сіз маған сіз деп отырсыз. Бұл да осы ресми іскерлік қатынастың талабына қатысты сен сөз әдебін қолданып отырсың. Яғни ханым деген ол ресми қатынасқа қатысты қаратпа. Егер енді сен тұрмыста, егер мен тұрмыстық қатынаста сенің әпкең болып келсем, онда сен маған Анар ханым десең, мен онда күлетін едім қарқылдап, ол менің күлкімді тудырады. Көрдіңіз бе? Не деп тұрсың дейсіз? Қайдағы ханым, мынаның басы ауырып тұр ма, бұған не болып қалған, мені ұмытып қалған ба деген сияқты ойлар келуі мүмкін. Байқағанымыздай, әртүрлі қоғамдық өмірдің әртүрлі саласына қатысты әртүрлі сөз әдебі болуы мүмкін, әртүрлі сөздік қор болуы мүмкін, соны қолдану тәртібі болуы мүмкін. Енді ресми іскерлік қатынаста, енді біздің тыңдармандарымызға қызық болу үшін айтайын, оны басқа ұлттың өкілдері болса, сол ұлт тіліндегі ресми іскерлік қатынастан қазақ тіліндегі ресми іскерлік қатынас көп ажырамайды. Ресми іскерлік қатынас бар жерде де ресми іскерлік қатынас. Ол Англияда да, Ресейде де ресми іскерлік қатынас тура сондай. Оның негізгі принциптері неғұрлым субординация сақтау, яғни лауазымға қарай, оның сол мекемедегі атқаратын рөліне қарай сөйлесу адаммен, иә? Және сол кеңістікте қалыптасқан бәріне танымал анық терминдер болады, иә? Соларды қолдану. Одан кейін сол өзі мекемедегі кәсіби сөздер деген болады, соларды қолдану. Осындай өзінің қалыптасқан әмбебап талаптары бар. Бірақ оның сыртында әрбір ұлттың өзіне тән сөз әдебі сол ресми іскерлік қатынасқа да келіп, былайша айтқанда үстінен көмкеріледі. Осы нәрсені ұмытпау керек. Бізде бір қызығы, мынау орыс тілді ортадағы ресми іскерлік қатынастың сөз әдебін қазақ тілді ортаға әкеп сала салады. Мысалы, Бәленбаевич деген орысша, Бәленбаевна дегендерді қосып, ары қарай қазақша сөйлей береді. Енді осыны қазақыландыру керек деген кезде біздер алдық та оған Бәленбайұлы, Бәленбай қызы дегенді қоса салдық. Бұл қазақыландыру емес, өйткені қазақ мәдениетінде адамның әкесінің атын айту дөрекілікке жатады. Ол әдепке жатпайды. Сондықтан қазақтың өзінің ресми қатынаста қолданатын қаратпалары бар. Ол қаратпаларға мысалы туыстық атаулармен аталатын кәдімгі тұрмыстық қатынастағы қаратпаларды әкеп, соған и жұрнағын жалғау. Мысалы аға ағай, әпке әпкей, ата атай, тәте тәтей деген де бар. Осындайды әкеп жалғау. Осы міне ресми қаратпаға жатады. Одан кейін мәке сәке бәке деген формаларды қолдану. Енді одан қала берді, ештеңке таппай бар жатсаңыз, ханым мен мырза дегенді қосып айту. Бұл да осындай қаратпаның бір түрі. Енді сіз ресми қарым-қатынас бола тұра сол адаммен, сол мекемеде, сол істің аясында осындай жақын тартып, бір бауырмалдық қатынасқа дейін араласып кетсеңіз, онда тұрмыстық қаратпаларды да қолдануыңызға болады. Ағатай, апа, аға, інім, бауырым деген сияқты да қаратпаларды қолдансаңыз орынды болып келеді. Сонда қарасаңыз, ресми ауызша қатынастың осындай сөз әдебі болады. Кейде мысалы ақсақал деп айтып жатады. Мынау біздің ұжымымыздың ақсақалдары, қарасақалдары деп те айтып жатады. Осы да жарасымды. Өйткені ұлттық мәдениетті біз дегенмен ресми қарым-қатынасқа да әкелуіміз керек, және әкелген бізде осындай нәрселерді мына тіл үйренушілеріміз біліп жүргені абзал. Жақсы түсіндіріп бердіңіз, Анар ханым. Көп рахмет сізге. Вики білім қоғамдық қоры.
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.